Қазақ елі, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мүфтияты қазақ түркі дүниетанымындағы қазақтардың сенімін күпірге теңеп, өздерін адасқан кәпір деді. Мүфтияттың мұндай діни фәтуасы Ханафи мазхабының фундаментальді кітабы Мұхтасар аль-Құдуридің мына сөздеріне негізделген сияқты. Аталмыш кітаптың іс-әрекет тарауы, яғни 230 беттегі мәтінді мұқият оқып қарайық. المسلم عن الإسلام أريد عليه الإسلام فإن كان بشبهة كشفت له ويحبس 3 أيام فإن أسلم وإلا قتل فإن قتل. Мағынасы не дейді? Бұның мағынасы, аудармасы, егер мұсылман араби парсы дәстүрі, яғни классикалық ислам дінінен безсе, оған сол ислам дініне тез арада қайтып тәубе жасауы тиіс. Егер ол өз сенімінен қайтпаса, ол адамға күмәнін түсіндіріп 3 күнге дейін түрмеге жабуға. Аталған видеоматериал толыққанды манипуляциялық әрекет арқылы қоғамда дінаралық араздық қоздыруды көздеген. Яғни автор тыңдарманның білімсіздігін, біліксіздігін пайдаланып, жасырын психологиялық тәсіл арқылы ислам жайлы жек көрушілік түсіні қалыптастыруды мәжбүрлейтін жымысқы тәсіл қолданған. Бірінші мәселе, автор Қазақстан мүфтияты қазақ түркі дүниетанымын күпірге теңеп біздерді адасқан кәпір деді деп мәлімдейді. Алайда өзі қазақ түркі дүниетанымы деп жатқаны қандай сенім екенін айтпайды. Бұл манипуляциялық әрекетте бар болғаны көпшілікке психологиялық әсер ететін псевдоұлтшылдық үндеу ғана жатыр. Екінші мәселе, автор ислам дінін араби парси ислам деп атайды. Ислам дінін бұлай атау тек Қаддания дініне тиесілі түсінік саналады. Яғни, автор Қаддания сенімін тұтынады. Ескерту үшін айта кетсек, Қаддания 19 ғасырдың соңында Үндістан жеріндегі Қаддан жерінде, ағылшын отарлаушыларының тікелей нұсқауымен пайда болған синкрентті сенімнің аты. Құрушысы Ахмад Қаддани. Бүгінгі күні Қаддания сенімі өз ішінен Ахмадия, сүннетті тәркі етушілер, құраншылар, субхишылар, Сулаймания сияқты тағы басқа топтарға бөлінеді. Бұл сенім бүкіл әлемде аса радикалды сенім өкілдері ретінде үнемі ислам дінін орынсыз жамандап, мұсылман қауымын айыптайтын жалған ақпараттар дайындаушылар ретінде танылған. Міне, мынау видеода дәл осы мақсатта дайындалған видеоматериал деп білеміз. Олар тіпті танымал мұсылман ғалымдарына қарсы террорлық әрекеттер ұйымдастырумен танылған. Мысалы, Қаддани сенім өкілдері пәкістандық ғалым Мұхаммед Такки Усманиге оқ жаудырып көмекшісін опат етті. Өзге елді айтпағанда сәл ертеректе, еліміздегі Қаддания сенімінің құраншы бағытының лидері Маңғыстаудың ойындағы 360 сәулиені 360 пұт деп атап, оларды жоюды, Ясауи кесенесін құртуға үндегенін дінтанушылар әлі ұмытпаса керек. Үшінші мәселе, видеоматериалда аса қауіпті діни радикалды тәсілдер көзге ұрып тұр. Бірінші радикалды тәсіл. Видеода үкім мен оның мән-маңызы, мақсаты тағы басқасы айтылмай бірден кітап атауы айтылып, автордың өзіне ыңғайлы жалған ақпаратты тарата бастайды. Бұл барша діни радикалды бағыттарға тән ортақ белгі. Яғни кітаптың абыройын пайдаланып міне, пәлен деген танымал кітапта, бұлай деген, мен емес кітапта айтып жатыр деп өзі қалаған, өзіне керекті ақпаратты ғана пайдаланады. Екінші радикалды тәсіл. Барша радикалды ұстанымның негізі шектен шыққан жек көрушілік сезіміне сүйенеді. Бұлайша айтқанда, біреуді жек көрсеңіз оның рас, ақиқат сөзінде қабылдамайсыз. Автор осы жалған ақпараттары арқылы, діннен хабары жоқ азаматтардың ислам дініне деген жек көрушілік сезімін оятуды мақсат еткен. Төртінші мәселе. Автордың оқу үрдісінен араб тілінің ережелерінен хабары жоқ екені байқалады. Қатенің түр-түрі өріп жүр. Аудару тәсілі қалай жүзеге асқаны белгісіз, мәтінді автордың өзі аудармағаны анық. Жалпы діни білімі таяз жандардың өзі түсінбейтін тақырыптардан барынша аулақ жүргені дұрыс екенін білу керек. Бесінші мәселе, автор өзінің манипуляциялық әрекеті әсерлі болу үшін Ауғанстан, Ханафи мазхабы деген сөздерді қолданады. Бұл жасырын психологиялық тәсіл еді. Осылайша автор,
сырттай құзырлы орындар мен діни бірлестік арасында от салмақшы болып көрінгенімен, мақсаты қоғам өкілдері арасында дінге және дін өкілдеріне қарсы радикалды көзқарас қалыптастырмақ болғаны анық байқалады. Видеоға талдау жасаған Жамалбек Дүйсебай.